Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен вупи пай тортының сан түріндегісін жасап көрсетемін. Өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Дәмі сондай керемет. Мен рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен қантымызды аз-аздан салып отырып, көпіргенше миксерлейміз. Енді су ваннасында ерітіліп алған сары майымыз бен шоколадымызды осы жұмыртқалы массаның үстіне құйып, және бір рет миксерлеп жібереміз. Ұнымыздың үстіне құрғақ массаларымызды қосамыз. Бұл жерде разрыхитель және какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы құрғақ массаларымызды електен өткізіп, жұмыртқалы массаның үстіне 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Барлығын салуға болмайды. Жұмыртқалы массамыз басылып қалуы мүмкін, сосын жақсы көтерілмей қалады. Бірінші миксермен араластырып аламыз, ұнымыз шашырамау үшін. Одан кейін миксерлейміз, орташа жылдамдықта миксерлейміз. Мен 6 деген цифра торт жасаймын. Менде осындай тефлоновый коврик бар. Бұны пайдаланып жүргеніме 1 айдан асты. Осындай алсаңыздар, материалы дәл мата сияқты жуып, қайта пайдалана беруге болады. Ұзақ уақытқа жарамды, пергамент қағазына қарағанда өте тиімді. Мен осыны үнемі пайдаланамын. Соның үстіне цифрамызды маркердің көмегімен немесе ручканың көмегімен сызып аламыз. Мен 3 қабатты торт жасайтын болғаннан кейін 3 қағазға сызып аламын. Осының үстіне қамырымызды құямыз. Енді жаңағы дайындап алған қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп, осы қағаздың үстіне жайып шығамыз. Бірінші қамырымызды 3 бөлікке теңдей бөліп аламыз. Барлығына бірдей жету үшін. Енді осындай спатуланың көмегімен осы сызықтың бойымен жағып шығамыз. Неке барлық жеріне жағып шықтық. Енді осылай қалғандарын да жағып шығамыз. Осы тестамызды қызып тұрған пеште 160 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз пісіп шықты. Толықтай суығаннан кейін ғана қағазынан ажыратамыз. Енді көтерілгеннен кейін жан-жағына қарай сызықтан шығып кетеді. Пышақтың көмегімен жаңағы трафаретімізді бетіне қойып, артық жерлерін бәрін кесіп алып тастаймыз. Неке осындай 6 деген сан шығады. Коржы жұмсақмен. Қараңыздаршы, арасы толық піседі, жұмсақ болып шығады. Үлпілдеп тұрады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды өлшеп салып аламыз. Оның үстінен қантымыздың барлығын салып, тура 1 минут миксерлейміз. Қантымыз еріп, творожный сыр бір-бірімен біріккенге дейін миксерледік. Енді үстінен сливкимізді 33-35% арасындағы сливкиді алып, үстінен құямыз.
Баяу жылдамдығынан бастап жаймен көтеріп, толық қою болып, өзінің массасын сақтағанға дейін миксерлейміз. Енді кремімізді конденсерлік қапшыққа салып шығамыз. Мен бастап шариктер істеп шығамыз. Кремнің бәрін жағып болғаннан кейін коржды үстіне қойып шығамыз. Үстін қатты баспаймыз, ақырын ғана тегістеп шықса, соның өзі жеткілікті. Енді тортымыздың ганашын құямыз. Бұл жерде шоколад, сары май және сливкиді су ваннасында ерітіп, толық бөлме температурасында суытып алдым. Сол кезде осындай қою болады. Енді бетіне жағып шығамыз. Бетіне шоколад жақпай-ақ, қалған кремдеріңізден шарик жасап, соның үстіне оформление жасауға да болады. Ары қарай оформлениені өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауға болады. Достар, осымен біздің сан тортымыз дайын болды. Жасалу жолы мүлдем қиын емес. Мен рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Мен арнамда түрлі дәмді тағамдардың рецепттерін жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың рецепттерін салып отыратын боламын. Сау сәлемете болыңыздар.